Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Наргиз Арапатова. Бүгін сіздерге өте оңай әрі жылдам дайындалатын красный бархат пирожныйларын рецептісімен бөлісетін болам. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керекті ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Бізге ұн, айран, қант, бояғыш, қопсытқыш, сары май, сұйық май, жұмыртқа, ас сода және какао керек болады. Алдымен ыдысымызға жұмсақ сары майды салып алып, оның үстіне қант салып, жақсылап тұрып, біркелкі масса болғанша миксерлеп алуымыз керек. Жақсылап миксерлеп алғаннан кейін, дәл осы массамызға 3 жұмыртқаны бір-бірден бөле сала отыруымыз керек. Жұмыртқамыз міндетті түрде бөлме температурасында тұруы қажет. Осылай біркелкі масса болғаннан кейін, біз айранымызға қызыл бояғыштарымызды салып, жақсылап тұрып, біркелкі түске дейін араластырып алуымыз керек. Осылай біркелкі қанығырақ түс шыққаннан кейін барып, дәл осы массамызға біз ас содасын салып, реакция жүргенге дейін, яғни біздің айранымыз көлемін ұлғайтқанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Осылай көлемін ұлғайта бастағанда бірден миксерлеп алуымыз керек. Одан кейін сұйық майымызды салып, тағы да біркелкі массаға дейін біз миксерлеп аламыз. Бізде осындай біркелкі түс шыққаннан кейін ұн, какао және де қопсытқышты едектен өткізіп, толық салып алатын боламыз. Және де жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Миксердің ең алдымен жай жылдамдығымен бастап миксерлеуіміз керек. Бізде осындай біркелкі масса шығу керек. Дәл осы массаны тең екі бөлікке бөліп, формамызға салып, тегістеп жайып шығуымыз керек. Менің формамның сантиметрі 30-да 30 сантиметр. Толық жайып алғаннан кейін 180 градуста 25-30 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Пешке салмас бұрын міндетті түрде пештеріңіз қызып тұру керек. Біздің екі бірдей корждарымыз пісіп шықты. Енді шетін түзулеп, пышақпен біркелкі қылып кесіп алатын боламыз. Енді біз кремін дайындайтын боламыз. Бізге салқын сливки, салқын творожный сыр және де сахарный пудра керек. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға творожный сырды салып алып, оның үстіне сахарный пудраны қосып, жақсылап тұрып, біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Миксердің жай жылдамдығымен бастап миксерлеуіміз керек. Осылай миксерлеп алғаннан кейін, біз жақсылап тұрып, сливкимізді шайқап, толық шайқап алғаннан кейін, осы творожный сыр мен сахарный пудраның үстіне қосып, міндетті түрде жай жылдамдықпен бастап миксерлей отырасыздар. Әр минут сайын жылдамдығын көтеріп отыруларыңыз керек. Ұзақ миксерлемеңіздер, ұзақ миксерлесеңіздер кремдеріңіз іріп кетеді. Осылай өзінің формасын ұстағанға дейін миксерлеп алуымыз керек. Енді біз суыған корждарымызды жинайтын боламыз. Осындай кондитерлік мешокқа салып, мен толық жағып шықтым. Шеттерін осылай кішігірім қалдырасыздар. Біз қазір екінші коржды бетіне қойғанда кремі сыртына шығып кетпеу үшін 1 сантиметрдей кішігірім орын қалдыруымыз керек. Енді екінші біз коржды үстіне қойып, жақсылап тұрып, біркелкі қылып түзулеп алуымыз керек. Тортымызды түзулеп алғаннан кейін, қалған креммен сыртын қаптайтын боламыз. Сыртын қаптап болғаннан кейін, дәл осы біздің пирожныйымыз тоңазытқышта кемінде 3-4 сағат тұру керек. Осылай креміміз сіңіп тұрғаннан кейін барып, біз төрт бұрышты бөліктерге бөліп, барлығын біркелкі қылып
бөліп алуымыз керек. Міндетті түрде кремі сіңгеннен кейін барып кесіңіздер. Егер де кремі сіңбей кессеңіздер, кремдерің сыртқа ағып кетеді. Пирожнилар дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндей берсеңіздер болады. Мен шоколадпен, фисташка және де кокосовый стружкалармен сәндеп шықтым. Пирожнилар маған өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Жылдам әрі керемет, дәмді болып шығады. Дәл осы рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге осындай көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.